Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлағат. Біздің YouTube арнамыз инвестиция, пассивті кіріс, жеке финанс тақырыбында пайдалы контенттер шығарады. Бүгін интерактив брокерс бойынша кезекті видео, мобильді қосымша, мобильді терминал, яғни соны пайдалану арқылы акцияны қалай сатып аламыз. Соны білетін боласыздар. Мысалы ретінде сіздерге бір компанияның акциясын сатып алып көрсететін боламын. Видеомызға лайк, арнамызға подписка, кеттік ендеше. Сонымен таңдау қай компанияға түсті? Apple. Иә, кәдімгі Apple. Не үшін? Өйткені бұл бәрімізге танымал. Араларыңызда Apple компаниясын білмейтін адам жоқ шығар. Оның үстіне соңғы күндері хай-тек компанияларының акцияларында коррекция болып жатыр. Коррекция дегеніміз уақытша құлау. Ең төменгі точканы ұстай алмадық, жылдам ориентация жасап үлгермедік, бірақ біз сонда да сатып аламыз. Өйткені тағы бір коррекцияны күтіп отырғанша бұның бағасы тіпті де өсіп кетуі мүмкін. Коррекция ары қарай жалғасуы да мүмкін, оны жоққа шығармаймыз әрине. Бірақ ең сәтті нүктені ешкім ұстай алмайды. Алда не болатынын кім болжап білген. Сондықтан жалпы компания ұнады ма, акциясын ойланбастан сатып алыңыз. Жалпы Apple компаниясының акциясы менде Freedom Finance-тағы шотымда да бар, осы Interactive Brokers-тағы шотымда да бар. Бірақ тағы да сатып алғым келеді. Не үшін? Қазір айтамын, не үшін екенін сіздерге. Ең маңыздысы, осы компания жайлы өте позитивті жаңалықтар шықты. Дәлірек айтсақ, қауесеттер, слухтар. Соның ең маңыздысы, Apple электрокар индустриясына кірмекші. Hyundai компаниясымен келіссөз өткізгені белгілі болды, бірақ келіссөз ары қарай дамыды ма, дамымады ма белгісіз. Сонымен қатар Nissan Motors сол компаниямен де келіссөз жүргізіп жатыр. Егер осы компаниялардың біреумен бірігіп электрокар өндіру жұмысын қолға алса, онда Apple бұл жалпы электрокар индустриясына өте үлкен импульс береді. Не үшін? Компанияда капитал жеткілікті, кэш огромный, технология бар. Оның үстіне электрокар индустриясы енді ғана туындаған жас нарық. Алдағы 10 жылдықта жалпы автоиндустрия саласындағы электрокардың үлесі үздіксіз артуы мүмкін. Бұл салада қазір негізінен көш бастап тұрған Tesla, өздеріңіз білесіздер, және де Қытайдың бірнеше компаниялары. Бірақ бұл қауесет қаншалық жүзеге асады, алда көре жатармыз аман болсақ. Егер бұл шын ақпарат болса, бұл Apple компаниясының акциясының өсуіне үлкен себеп болады. Оның үстіне Apple өзінің жеке процессорлерін өндіріп бастады. Бұдан кейін компания Intel, AMD сияқты компанияларға тәуелді болмайды. Өзінің чипі, өзінің полупроводниктері бар. Ал полупроводниктерге деген, чиптерге деген сұраныс қазір әлемде өте жоғары, өте үлкен дефицит болып жатыр. Ал процессорлерге деген тәуелсіздік Apple компаниясы үшін тағы бір үлкен плюс болып есептеледі. Сосын Apple тек қана iPhone, планшет, MacBook-тер ғана өндірмейді, тағы да накладные наушники, соны өндіру жұмысын қолға алуда. Сонымен қатар ИИ колонкалар, бұл искусственный интеллект арқылы жұмыс жасайтын колонкалар, ақылды колонкалар яғни, соны да өндіруді жобалап бастады. Бұның бәрі нені түсіндіреді достар? Компанияда идея жеткілікті, үздіксіз жаңа жобаларды қолға алуда, менеджерлер тынбай еңбектенуде. Былайша айтқанда, Apple қандай да бір жаңа продуктыны өндіруді қолға алды деген сөз, бұл продукты міндетті түрде жақсы, керемет сапамен шығады. Есімізге алайық, Bluetooth наушниктер, сымсыз наушниктер, яғни AirPods өндіргенге дейін де болған, әлемде басқа компаниялар өндірген, бірақ сапасы қандай болды? Нашар болды. Бұл индустрияда үлкен импульс болмады. Apple алды да AirPods өндірді. Не болды? Үлкен төңкеріс жасады бұл салаға. Осы индустрияға, сымсыз наушниктер индустриясына үлкен импульс берді. Гаджеттерді былай қойғанда, App Store, Apple Music өз алдында бір төбе. Қазір Apple'да 550 миллион ақылы подписка бар екен. Бұл компанияға үздіксіз тұрақты түрде пассивті кіріс әкеліп тұрады. Компанияның фан базасы өте үлкен. Бұл брендтің поклонниктері жетеді. Қаншама адамдар бар. iPhone-ның жаңа моделі шыққан сайын, жыл сайын жаңа iPhone сатып алып отыратын. Былайша айтқанда компания маркетингті өте керемет қолға алған. Маркетингті өте жоғары деңгейде жүргізеді. Ешкім теңе салмайды. Соның арқасында Apple компаниясы әлемдегі ең қымбат компания, ең қымбат бренд болып есептеледі. 2020 жылдың 4-ші кварталы бойынша есеп беру жұмыстарын жүргізді. Қаржылық көрсеткіштері өте керемет. Смартфондар сатудан тағы да көшбасшы орынға шықты. Соңғы 4 жылда бұл орынды басқа компанияға беріп қойған болатын. Қазір Apple тағы да бірінші орынға ие болды. Конкуренттері жоқ емес, әрине, конкуренция өте жоғары бұл салада. Бірақ Apple ешқандай әлсіздік танытар емес. Әрине бұдан төмен бағаларда болуы мүмкін, коррекция жалғасуы мүмкін, жалпы нарықтағы жағдайға байланысты,
бірақ тағы да арзан бағалар болса тіпті де сатып аламын бұл компанияны. Жетер мақтауын асыра бермейік, конкретно жұмысқа көшейік. Сонымен Apple компаниясының акциясын қалай сатып аламыз? Сонымен телефондарыңызға Interactive Brokers мобильді қосымшасын қондырасыздар, терминалын, яғни ол мынандай көрінеді, IBKR деп тұрады. Басыңыздар. Қосыламыз. Менде автоматты кіріп кетті. Сіздер бірінші рет кірген кезде логин және парольдарыңызды енгізесіздер. Қараңыздар, мынау менің портфолиом. Айтпақшы, бұл видеоны бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, каналымда басқа видеолар шыққан. Interactive Brokers бойынша 3 видео: қалай тіркеліп шот ашамыз, тариф, комиссия қанша және ақшаны қалай саламыз. Алдымен соны көріп алсаңыздар болады. Одан кейін осы видеоға қайтадан ораласыздар. Сосын телефонның экраны кішкентай, әрине, сондықтан осы видеоны ең жақсысы планшет немесе компьютер арқылы көріңіздер. Мінекей, қараңыздар, мынау шоттың номері. Мынау кэшта тұрған ақша 519, яғни бос тұрған ақша. Портфельдің дәл ағымдағы құны $5221. PIU дегеніміз бұл прибыль и убыток. Дәл бүгінгі нәтиже бойынша $-22 болып тұр. Ал нереализованный PIU дегеніміз бұл реализация жасалмаған пайда немесе убыток. Менде қазір $1040 пайда. Бұл реализация жасалмаған, фиксация жасалмаған әлі, дәл қазіргі пайда. Яғни мына $5200 сума осы $1044 пайданы қамтиды. Мыналар менің портфелімдегі акциялар: American Airlines, Apple, Boeing, Alibaba, BlackRock, Facebook, осылай кете береді. Сіздерде бұл болмайды әзірше. Ақша салған болсаңыздар, мұнда сіздерде средства көрінеді, ақша, қалған ешқандай акциялар болмайды. Сатып алмақшы болып тұрған компаниямыз Apple ғой, ол менде уже портфелімде бар. Қараңыздар, 2 штук акциясы бар мұнда. Енді дәл осы мобильді терминал арқылы қандай да бір акцияны активті сатып алу үшін мына лупаға басасыздар, поисковикке. Мұнда сатып алмақшы болған компанияның атын жазсаңыз да болады, немесе тикерін жазсаңыз да болады. Тикер дегеніміз мәлім бір инструменттің немесе активтің қысқаша коды. Apple деп, мысалға Apple. Вот біріншісі шықты міне. AAPL. Apple'дың тикері AAPL болады. NASDAQ-та саудаланады. Басасыздар. Мінекей, келесі бетке өттік. Мыналар сіздерде мұндай көрініп тұрмайды негізі. Қараңыздар, Apple компаниясының бір штук акциясының құны $124.73 тұрады. Мынау графикті бассаңыздар, үлкен страницаға өтесіздер. Мынау соңғы 2 сағатта графикті көргілеріңіз келсе басасыздар. 1 күн, 2 күн, 1 апта, 1 ай, немесе 3 ай кете береді. Графиктерді қарауларыңызға болады. Мынау объемдар тұрған. Сауда объемы осы акцияны сатып алу, сатып жіберу бойынша жасалған. Осы арқылы бұл компанияның акциясының өтімділігі қаншалық жоғары екенін көруге болады. Енді рыночные данные. Мынаны басыңыздар. Бұл жерде не болады? Қысқаша мәліметтер компанияның. Открытие, закрытие, қазір қанша? Жарты сағат деген ашылады нарық. Максимум, минимум 52 аптадағы, максимум $144.88 дейін өсті. Қазір $124. Бір 10%-дай ма? 15%-дай коррекция болды. Бүгінгі объем, бүгінгі жасалған сауданың объемы, средний объем. Вот market cap, яғни рыночная капитализация, бұл $2 триллион асады. Вот, прибыль на акция. Бір акцияның үлесіне келетін пайда $3.70. PA дегеніміз бұл көрсеткіш, компания қаншалық жоғары бағаланған немесе бағаланбай қалған, соны басқа компаниялар арқылы салыстырып көруге болады. Мысалға, Apple-да қазір 33-34 шамасында болып тұр. PA дейді. P деген price, E деген EPS, earnings, яғни акциясының құнын ар акциясының үлесіне тиетін пайдаға бөледі. Сонда осындай мән шығады. Дивиденд әр квартал сайын 0,205 доллар дивиденд төлейді, өте мардымсыз. Хай-тек компаниялардың бәрі дивиденд төлемейді негізінен, төлесе де өте аз төлейді. Бұнда негізінен сіз акцияның өсуіне ставка қоясыз. Дивидендная доходность бір жылға сонда 1%-ға да жетпейді, 0,7%. Келесі позиция. Позиция мендегі ашық позициялар сатып алынған немесе сатып жіберілген. Длинные, яғни покупка, long. Сатып алу ол длинные болады, и короткий ол сатып жіберу. Long, short дейді ағылшынша. 2 позиция ашылған, long. Ол бойынша реализация жасалмаған пайда $13 дәл қазір. Дәл қазіргі акциясының құны екеуінің қосқанда $249 шығады. Ал мына орташа баға, яғни қандай бағамен сатып алдым екі акцияны.
Екі акцияны мен $117.97 деген бағамен сатып алғам. Сонда екі акцияны сатып алуға $236 кеткен, ал дәл қазіргі ағымдағы бағасы $249. Сонда пайда $13 болып тұр қазір. Ары қарай кетейік. Календарь. Қандай оқиғалар күтіп тұр, соны көруге болады бұл жерде. Мыналарды басып өтіп кетсеңіздер болады, страницаға өтесіздер. Ары қарай кеттік. Спросит iBot. Роботтар қандай да бір сұрақ қоюға болуы мүмкін. Жаңалықтар. Большыны бассаңыз өтесіздер ары қарай. Шыққан статьялар осы Apple компаниясына қатысты. Компанияда болып жатқан жаңалықтар қызық болса, бұның бәрін оқысаңыздар болады. Ағылшынша бірақ негізінен. Ары қарай. Analyst ratings басайық. Рейтинг. Большыны басыңыздар. Бұл маңызды негізі, осыған қарасаңыздар болады рейтингіне. Рейтинг бұларда консенсус бай болып тұр. Яғни көптеген рейтинг жасайтын компаниялар бұны сатып алуға кеңес береді. Қараңыздар, 40 аналитикалық рейтинг бойынша 31-і сатып алуға кеңес береді. Ал 7-і нейтралитет, 2-і сатып жіберуге кеңес береді. Сонда жалпы бұл компанияға деген сенімділік өте жоғары. Мұнда төмен түссеңіздер оценка история қарап отырылады. Средний рейтинг дейді. Көк сызық ол средняя целевая цена дейді. Мынаны изучать етіп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Историясы қандай болған рейтинг бойынша. Ары қарай төмен кетейік. Журнал аналитиков. Мұнда қандай аналитиктер, қандай фирма, яғни Wedbush, UBS, Raymond James, Outperform дегеніміз бұл сатып алуға кеңес беру. Өте сенімді түрде деген сөз. Мынау нейтралитет. Outperform, нейтралитет, Outperform, мынау buy, нейтралитет, buy. Яғни көп деген сарапшылар позитивті түрде қарайды жалпы Apple компаниясына. Ары қарай шегінейік кері. Analyst forecast. Мынау EPS-тің историясы. Мынау әр квартал сайынғы болған көрсеткіштер. Мынау расчет, реальность. Реальность, яғни шындық, сарапшылардың күткеннен үнемі жоғары шығып отырған. Байқадыңыздар ма? EPS дегеніміз жаңа айта кеттік. Бір акцияның құнына шаққандағы пайда. Earnings per share. Соңғы нені қарайық, 2020 жылдың 4-ші кварталы болжамнан тағы да жоғары шықты. Мынау алдағы келе жатқан мәліметтер. Бұған да толықтай өтіп көрсеңіздер болады. Большыны басасыздар. Аналитический прогноз. За год, за квартал. Қараңыздар, сарапшылардың жалпы болжамы қалай, алдағы келе жатқан 90-дарға, 1-ші, 2-ші, 3-ші 90-дар бар ғой келе жатқан. Яғни мұнда жақсы мәліметтер жиналған. Терминалда мұндай мәліметтерді көру шын айтқанда бұл өте үлкен мүмкіндік. Жалпы компанияның қаржылық көрсеткіштері қандай, квартал сайын нәтижелер қалай болды, прогноз қалай болды, реальность қалай болды, бәрін сараптап қысқаша көруге болады. Ары қарай кеттік, тағы не бар екен? Company profile, компанияның профилі. Apple Incorporation разрабатывает, производит и продает устройство, яғни қысқаша компанияның резюмесі былайша айтқанда. ESG ratings дейді. Бұл не екен, ашып көрейік. Бұл да бір жалпы рейтинг осы компанияға деген environmental, social, governance, яғни экологияға деген рейтингі қандай, әлеуметтік ортаға деген рейтингі қандай. Жалпы орташа ESG скор қанша, яғни рейтинг 6 болып тұр. Бұл да бір жалпы Америка халқының, Америка үкіметінің осы компанияға деген настройын былайша айтқанда көрсететін көрсеткіш деп ойласаңыздар болды. Key ratios. Қараңыздар, бұл PA екен, жаңа айтып өткен. Орыстар PNE дейді бұны. Яғни PA көрсеткішінің историясын көруге болады. Cash flow per share дейді. Бір акцияның үлесіне келетін ақша айналымы. Ағымдағы рейтинг. Большыны басыңыз. Key рейтинг, яғни ключевые коэффициенты, былайша айтқанда. PNE басайық. Бірінші график түсініксіз, екінші не график бар екен көрейік. Мынау маңызды. PA-дің историясы бұл, былайша айтқанда. Дәл қазіргі сәттегі PA Apple-да 38. 2020 жылыда орташа есеппен осы районда болған екен, 35-те. 2019 жылы бұдан да жоғары болған. Көрдіңіздер ме? Бұдан да жоғары бағаланған кездер болған компанияның. 2018-де де 74 болған, 2017-де 66 болған. Тарихта бұдан да жоғары бағаланып кеткен кездері болған. Яғни өзінің пайдасы бойынша есептегенде компания тым жоғары бағаланып кеткен кездері болған. Сіздерге айта кетейін, мысалға Apple-да дәл қазір 38 деп отырмыз ғой.
Бұл жалпы хай-тек компаниялар үшін қалыпты есептеледі. Бұл нағында өте жоғары көрсеткіш. Компания жоғары бағаланған болып есептеледі шынын айтқанда. Бірақ хай-тек компанияларға бұндай көрсеткіш қалыпты. Тек қана Apple-дік емес, Microsoft, Amazon, Facebook-тың бәрінің көрсеткіштерін қарасаңыздар, PNE яғни. Бәрі осы районда болады. Бұдан да жоғарысы болады. Мысал ретінде айта кетейін сіздерге, Tesla акциясының осы көрсеткіші қанша деп ойлайсыздар? PA Теслада 100 ба, 200 ба? Жоқ. 1100 Теслада. Yeah. Вот Тесланы айтсаңыздар болады. Өте шектен тыс жоғары бағаланып кеткен. Өз құнына сай келмейтіндей бағаланып кеткен деп айтуға болады. Бұлар үшін бұл көрсеткіш қалыпты. Бұл менің жеке көзқарасым. Ары қарай кеттік. Басқа не бар екен? Дивиденд. Дивидендтің историясын көруге болады. Большыны басыңыздар. Вот, дивиденд бойынша историялар, я? Қараңыздар, соңғы 2 кварталда дивидендті қысқартқан екен. Әр акцияға $0.205 дейді. Одан бұрын жоғары төлеген екен, қанша төлепті мына кездері? $0.73 төлеген кездері болыпты. Қараңыздар, соңғы жарты жылдықта қысқартқан екен, дивидендтің мөлшерін. Шын айтсам, бұны мен білмеппін. Бірақ бұл дивиденд, айтып отырмын ғой, бұндай компанияларды сатып алғанда дивидендке үміттенбейсіз. Басқа не бар тағы да? Financials, қаржылай көрсеткіштері, финансы, яғни. Total revenue, cost of revenue, мынау жалпы пайда, net income дейді, бұл таза пайда, яғни қараңыздар оң жақта. Әр квартал сайын негізінен жайлап өсіп отырған. Байқасаңыз компанияда көрсеткіш бұл өте тұрақты, онымен қоса жалпы өсуге деген тенденция бар, былайша айтқанда өте тұрақты. Бәрін қайсысын алып қарасаңызда. Әр квартал сайын историялар жинақталған. Әрине ерінбесеңіздер бұның бәріне тереңдей кіріп, зерттеп, изучать етіп көрсеңіздер болады. Барлық көрсеткіштер нені білдіреді, ол компанияны бағалауға қандай көмегін тигізеді, оның бәрін желанияларыңыз болса үйреніп аласыздар. Ары қарай кеттік. Ownership. Бұл дегеніміз иелері, компанияның акциясын кімдер иеленеді? Қараңыздар, большыны басайық. Қараңыздар, сары бұл организациялар, яғни институттар, әртүрлі инвестициямен, қаржымен айналысатын. Ал сұрысы сіздермен біз сияқты басқа инвесторлар, солардың қолында. Мұнда төмен қарасаңыздар, вот Invest Managers дейді. 30%-ын инвестициялық ұйымдар ұстайды. Фондтар, қорлар, яғни 27%-ын ұстайды, әртүрлі хедж фондтар. Брокерлік фирмаларда 2%-ға жуық үлесін ұстайды екен. Төмен қарай түсіңіздер. Қандай организациялар, қандай ұйымдар, яғни бұл компанияның негізгі акцияларын иемденеді. Vanguard Group активті басқарушы ірі инвестициялық үй, бұл дегеніміз. Berkshire Hathaway, кәдімгі Уоррен Баффет атамыздың құрған қоры, бұлда да біраз үлесін ұстайды екен. Қараңыздар, бүкіл Apple компаниясының 5,61%-ын Berkshire Hathaway, яғни Уоррен Баффеттің қоры ұстайды. BlackRock бұл да активтерді басқарушы компания, 4,32%-ын ұстайды екен. Осындай жалпы Apple компаниясының негізгі иелері осылар. Competitors, бұл дегеніміз конкуренттері. Кімдер бар екен конкуренттерінен? Apple, Fitbit дейді, HMI, Huawei Corporation. Мұнда нелер қайда? Samsung, Huawei'лар қайда? Мүмкін бұл тек қана америкалық компаниялар шығар. Соларды көрсеткен болу керек. Қараңыздар, конкуренттерінен қаншама алысқа кеткен, нарықтағы құны, market cap, яғни Apple-да 2 триллион, одан кейін конкуренттерінде 1-2 миллиард, 163 миллион дейді. Өзінің конкуренттерінен өте басым орында тұрады. Analyst Reports. Бұлар статьялар ұқсайды, бәрін ерінбесеңіздер оқып көрсеңіздер болады, ағылшынша түсінетін болсаңыздар. Social sentiment дейді, бұл не екен? Бұл әлеуметтің, яғни адамдардың осы компанияға деген қызығушылығын көрсететін көрсеткіштер болса керек. Большыны басып көрейік, өтіп. Қараңыздар, әлеуметтің, қоғамның осы компанияға деген қызығушылығы, талқылауы қанша осы компания туралы, соны көрсететін көрсеткіш екен. Оценка настроения, жасыл аймақта тұр, жоғары. Оценка числа твитов, твиттерде қаншалық дәрежеде талқыланады бұл компания, қараңыздар, бұл да орташадан жоғары. Жалпы әлеуметтің, қоғамның осы компанияға деген қызығушылығы бар.
Мінекей осындай тағы басқа көптеген көрсеткіштері бар. Жалпы компанияға қысқаша бір шолу жасап баға беруіңізге болады. Өзіңізге қандай да бір қорытынды жасап. Сонымен акциясын қалай сатып аламыз? Ең жоғары жағына өтіңіздер. Астынан бірдемде шықты. Купить, продать. Купитті басыңыздар. Мінекей, дәл бүгінгі максимальный баға 124, минимальный $124.21. Мұнда торговый стакан жоқ, биржа стаканы, яғни басқалардың ордерларын қай бағада қаншалық объем тұруын көре алмайсыздар. Дәл қазіргі баға $124.95. Бұны айта кету керек, бұл дәл қазіргі баға емес, 5-10 минут кешігіп келеді. Өйткені менде ақылы подписка жоқ. Мұнда нақты биржа стаканын, торговый стаканды көру үшін, қай бағада қанша объемның, қанша продажа, қанша покупка тұр, соны көру үшін сіздер ақылы подписка жасайсыздар. Ол мәліметтер сол кезде ғана қолжетімді болады. Ол кімдер үшін маңызды? Ол дей трейдерға, белсенді спекулянттар болады. Бір күнде бірнеше сделка ашып жауып жіберетін. Солар үшін маңызды олар. Олар кішкентай колебанияны ұстауға тырысады. Біз сияқты ұзақ мерзімге сатып алатын инвесторлар үшін бұның қажеті шамалы. Өйткені бәрібір де осы бағаның айналасында орындалады. Егер дәл қазір біз приказ қойсақ, мысалға количествосын жазамыз, мен бір ғана акциясын сатып аламын, бір болды. Сосын лимит ордер емес, рыночный ордер. Осы бағаның айналасында сіздерге сатып алып береді. Мысалға сатып алу үшін басайық. Проведите для покупки дейді. Оң жаққа қарай тартамыз. Подтвердить. Вот. Вы пытаетесь отправить ордер, не имея рыночных данных дейді. Мына бағадан ауытқуы мүмкін дейді. Соңғы баға сатып алатын. Соны ескертіп жатыр. Иә, білеміз дейміз. Тағы да бір рет айтып жатыр, ескертіп. Принять и продолжить басамыз. Ордер выполнен. Болды, бітті. Қараңыздар, мінекей $125.52 орындалды. Болды, мінекей, бар жоқ осы шынын айтқанда. Apple компаниясының бір штук акциясы сіздің портфеліңізде. Енді сізде Apple компаниясының акционері болып есептелесіз. Просмотр сделокты басыңыздар. Көруге болады. Apple 20.49-да бір штук акциясы сатып алынды. Мұнда комиссия қанша? $1. Қандай бағамен орындалды? Соның бәрін көруіңізге болады. 2 штук акциясы болған менде. Қазір үші болып өзгереді. Вот Apple міне. Позиция үші болып өзгерді. Дәл осылай басқа кез келген компанияның акцияларын сатып ала бересіздер. Мұнда өздеріңіз терминалды зерттеп көріңіздер, үйреніп көптеген мүмкіндіктер бар. Торговля төте бассаңыздар болады мына жақта. Список, мына жерге тізім құрсаңыздар болады. Өздеріңіздің сатып алмақшы болған компаниялардың акцияларын бөліп-бөліп. Счет, мұнда кэш қанша, дәл қазіргі бүкіл активтердің құны қанша, сондай мәліметтер жинақталған. Көп мүмкіндіктер. Мына жақты бассаңыздар тағы да опциялар шығады әртүрлі. Бұның бәрін изучать етіп өздеріңіз үйреніп көрсеңіздер болады. Күрделі ештеңе жоқ. Бұл мобильді қосымшадан басқа Interactive Brokers'тың тағы да компьютерге арналған терминалы бар. Ол Trading Workstation деп аталады. Ол жерде әрине көбірек мүмкіндік бар. Трейдингпен айналыссаңыз, мысалға опцион, фьючерспен сауда жасайтын болсаңыз, ол терминал әрине керек. Бірақ сіз пассивті инвестор болсаңыз, осындай акция, ETF сатып алатын мобильді қосымшаның шамасы жеткілікті. Бұдан басқа күрделі терминалдарға бас ауыртудың қажеті шамалы. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, терминалдың мүмкіндігі өте жоғары, көптеген мәліметтер жинақтаған, көптеген функциялар бар. Freedom Finance-тың терминалы бар, TraderNet деп аталатын өздеріңіз білесіздер. Ондағы функциялардың жағдайы қалай екенін білесіздер. Онда бір қатты бір ешқандай көп мүмкіндік бар деп айта алмаймын. Бірақ кейбір адамға ол терминалда ұнауы мүмкін. Маған да бір жағынан ұнайды. Қарапайым, ештеңесі артық ештеңесі жоқ. Бірақ Interactive Brokers'тың терминалы шынымен де жоғары деңгейде жасалған. Міне осылай достар, акция сатып алудың ешқандай қиындығы жоқ. Барлық мүмкіндіктер бар, бәрі тек қана интернетпен, компьютермен бітеді, өздеріңіз көргендегідей. Бұдан басқа 3 видео бар, тағы да айтып өттім, бәрін көріңіздер. Interactive Brokers'та счет ашып, акцияны сатып алу үшін не істейміз 0-ден бастап соңына дейін толықтай түсірілді. 4 видеоны көріп шыққан адам брокерлік счет ашып, акцияны сатып ала алады ешқандай қиындықсыз. Жарайды, видео ұзаққа созылып кетті, осымен тоқтатайық. Негізгі тақырып ашылды деп ойлаймын. Видеоны пайдалы деп білсеңіздер, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Келесі видеода біз дәл осы мобильді қосымшаны пайдалану арқылы алтынды қалай сатып аламыз, дәлірек айтқанда ETF-ті қалай сатып аламыз, сонымен танысатын боламыз. Ал әзірге сау болыңыздар.